Күн сайын адамзат суды тұрмыста да, өндірісте де кеңінен пайдаланады. Алайда сол судың қаншалықты таза, қауіпсіз және денсаулыққа зиянсыз екеніне көп жағдайда жеткілікті назар аударылмайды. Шын мәнінде су ластануы қазіргі қоғамдағы экология мен денсаулық сақтау саласындағы ең өзекті мәселелердің бірі. Себебі ластанған су адам ағзасына кері әсер етіп, жұқпалы аурулардың таралуына, сондай-ақ түрлі созылмалы дерттердің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Бүгінде қолданылып жүрген дәстүрлі су тазарту әдістері әрдайым бірдей тиімді әрі экологиялық тұрғыдан қауіпсіз бола бермейді. Кейбір тәсілдерде химиялық реагенттер көп мөлшерде пайдаланылады, ал енді біреулері жоғары қаржылық шығынды қажет етеді, немесе баршаға бірдей қолжетімді емес. Сондықтан ауыз суды тазартудың жаңа, тиімді және экологиялық қауіпсіз жолдарын қарастыру заман талабы. Осыған байланысты мен TiO2 фотокатализаторы, ультракүлгін сәуле және белсендірілген көмір негізінде жұмыс істейтін экологиялық су тазарту жүйесін ұсынамын. Бұл жүйеде ультракүлгін сәуле суды залалсыздандырып, зиянды микроағзаларды жоюға көмектеседі. TiO2 фотокатализаторы органикалық ластаушы заттардың ыдырауын жеделдетеді, ал белсендірілген көмір судың иісін, дәмін жақсартып, қалдық зиянды қоспаларды сіңіреді. Ұсынылып отырған технологияның басты артықшылығы химиялық реагенттерді барынша аз қолдану, адам денсаулығына қауіпсіз болуы және қоршаған ортаға келтіретін зиянның төмендігі. Сонымен қатар, бұл әдіс суды тазартудың тиімділігін арттырып, оны экологиялық тұрғыдан анағұрлым тұрақты етуге мүмкіндік береді. Менің жобам таза ауыз суға қолжетімділікті арттыруға, халық денсаулығын қорғауға және экологиялық жауапкершілігі жоғары болашақты қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам. Армысыздар, құрметті қазылар алқасы. Мен Теміржан Тәрмен, Атырау облыстық дарынды балаларға арналған интернеттік мекемесі бар ұлттық гимназияның 11 сынып оқушысымын. Бана көрген видеоларыңыз бойынша менің ғылыми жобам тақырыбы титан диоксиді мен ультракүлгін сәуле негізінде суды тазартудың экологиялық әдісін зерделеу. Қысқаша айтқанда, экопюр титан диоксиді. Қазіргі кезде Қазақстан бойынша және де әлем бойынша негізгі мәселелердің бірі ол судың тазалығы. Яғни негізгі мәселе ол судың сапасы. Қазіргі уақытта ең негізгі өзекті мәселелердің бірі денсаулық мәселесі. Бактериялар, вирустар, органикалық ластаушылар, иіс, дәм мәселелері адамның денсаулығына үлкен қауіп төндіреді. Және де тиімділік, қолданыстағы әдістердің кемшіліктері, химиялық реагенттер, энергия шығындары, құны жоғары. Осыған орай мен өзімнің тазарту жолымды ұсынғым келеді. Яғни титан диоксиді арқылы тазарту үш негізгі фазадан тұрады. Оны біріншісі титан диоксиді арқылы фотокатализ үдерісінен өткізу. Біз білетіндей, титан диоксиді ультракүлгін сәулелердің әсерінен фотокатализ үдерісіне түседі. Ол вирустар мен бактериялардың сыртқы қабатын, яғни ДНК-ларын толықтай бұзып, оны көмірқышқыл газы мен суға айналдырады. Екінші, бізде ультракүлгін сәуле өздігінен суды залалсыздандырады. Және де белсендірілген көмір үшінші фазасында судың органолептикалық қасиеттерін толықтай жақсартып, яғни иісі мен дәмін барынша жақсартады. Және де соңында бізде тұтынуға қолайлы, таза ауыз су түседі. Неге менің тазарту жолым? Оның инновациялық шешімі үш механизмнің бір жүйеге бірігуі, локалды қолдану мүмкіндігі, яғни оны үй, мектеп, ауыл жағдайында арнайы су тазарту станцияларын қою арқылы қолдануға болады. Және де химиялық реагенттерді аз пайдалану, басқа да жолдармен салыстырғанда менің тазарту жолындағы қолданылған ультракүлгін сәуле мен титан диоксидін қайтадан қолдана беруге болады. Және де қоршаған ортаға түсетін зардаптары төмен, экономикалық тиімділігі жоғары. Қазіргі кезде әрбір үйде таза суға деген қолжетімді жол жоқ. Яғни көп отбасы арнайы тасымалдаушы 19 литр бөтелкелер арқылы су алып отыр. Осы менің жолым ол бөтелкелердің шығарылуын, оған кететін шығын, суды және де ақшаны барынша азайтады. Және оны тиімді қылады. Практикалық іске асыру негізгі бөліктер резервуар, ультрафиолет шамы, титан диоксиді және де белсендірілген көмір сүзгісі іске асыру әрбір жағдайда іске асыруға болады. Мен тек қана өз жұмысымды теориялық тұрғыда емес, практикалық тұрғыда да зерделеген болатынмын. Өзімнің ауданымдағы негізгі су тазарту жолдарының бірі, яғни хлорлаумен салыстырып, негізгі қасиеттерін кестеге салған болатынмын. Яғни көріп тұрғаныңыздай барлық қасиеттер нормаға сай. Және де ұлттық сараптама орталығының Атырауда орналасқан филиалы бойынша менің суым құрамы нормаға сай және де ішуге толықтай жарамды деген шешім айта аламын.
көріп тұрғаныңыздай басында жайық су осындай лай болды, кейін оған титан диоксидін салдым және де соңында сүзіп ультракүн сәулемен залалсыздандырғанда таза су шықты. Мен оны арнайы зертханалық жағдайда химиялық жолмен тексердім және оның құрамы толықтай таза екенін білгеннен кейін оны тұтынып көріп, оның барлық қасиеттері жақсы екенін және тұтынуға қолжетімді екенін, қолайлы екенін анықтадым. Осы жолға кететін экономика және нарықтық әлеует болжам бойынша бізде бір күнде 500 литр су тазаланса, оны 150 теңге литрге сатылса, бізде айлық кіріс 2 миллион 250 мың теңге құрайтын болады. Айына кететін шығындар бізде 1 миллион 217 мың 500 теңге. Яғни осыған орай бізде нағыз пайда 1 миллион 32 мың 500 теңге болады. Бұл шама әртүрлі салдарға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Және де арнайы ROI көрсеткіші бойынша кеткен барлық инвестицияны 7-9 айда толықтай қайтарып алуға болады. Әлеуметтік және экологиялық әсері менің жолым таза ауыз суға қолжетімді жол береді, энергия тиімділігі және қалдығын толықтай азайтады және денсаулыққа оң әсер тигізеді. Осы жүргізілген жұмысым бойынша қорытындылай келе, менің тазарту жолым, яғни титан диоксиді арқылы тазарту толықтай экологиялық таза, оны үлкен масштабта жүзеге асыруға болады деп айта аламын. Және осыған орай ұсыныс тастаймын, яғни арнайы пилоттық жоба істеп, оны үй, мектеп, ауыл жағдайында 6-12 ай тексеріп, кейін алынған нәтижелер бойынша үлкен өндірістік зауыт ашуға болады деп айта аламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.